Қазіргі заманға қазақ романы сериясымен бірнеше романдар келіп түсті. 2026 жылы Алматы қаласы Қазғұрт баспасынан шыққан. Әбіш Кекілбаевтың Ханша-Дария хикаясы 2003 жылы Алматы қаласы Атамұра баспасынан шыққан. Мұса Тілеуовтың Тауларға таулар тамсанар жыр жинағы 2023 жылы Астана қаласы Кәусар баспасынан шыққан. Тәкен Әлімқұловтың Сейтек Сарыны хикаяттар мен әңгімелер кітабы 2025 жылы Алматы қаласы Өлке баспасынан жарық көрді. Ғибратты ғұмыр кітабы Мүслім Тоқтамысұлының ғұмырнамалық деректері мен мақалаларына арналған. 2026 жылы Астана қаласы Кәусар баспасынан шыққан. Оңайгүл Тұржанның Ағаштар үнсіз өседі жыр жинағы 2023 жылы Астана қаласында басылып шықты. Арман Әлменбеттің Тергеуші романы 2026 жылы Алматы қаласы Мұқаба баспасынан шыққан. Және де бірқатар шытырман оқиғаға толы романдар келіп түсті. Кітапханамызға келіп, біздің оқырман болыңыздар.